Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бүгін дәл осындай әдемі үкілім жасап үйренеміз. Бұл үкілім ұзатылып жатқан қалыңдыққа және қалыңдықтың құрбыларына тағады. Алдымен основамызды алып, фетр матасына басып шығамыз. Осы контурмен кесіп, енді бұл астыңғы жағы астары болады. Артық клейді бәрін көрсетпей жабу үшін кожзаменитель, эко-кожа. Сонығанда основамызды басып, кесіп шығамыз. Дайындап алдық, енді жинаймыз. Алдымен основамызды алып, оған фетрді жабыстыратын боламыз. Основаның узорына клейді жағып, алдымен фетрдің бір бөлігін жабыстырамын, себебі шеті шықпай, дұрыс орналасу үшін, дәл орналасу үшін артық клейді алып тастап, сосын үстіңгі жағы кепкесін, астыңғы жағын ашып, ол узор бойынша клей жағып, екінші бөлікті де дәл осылай жабыстыратын болам. Енді шашқа бекітуге менде гребень тарағымыз, не болмаса заколка, жаңағы крокодил заколкасын қоюға болады. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша таңдайсыз, сізге қалай ыңғайлы болады. Бұны жабыстырдым. Енді жаңағы үкілімнің үстіңгі жағына үкісін, яғни екі үлкен, ұзын ақ қауырсындарды жабыстыратын боламын. Барлығын жабыстырып алдық. Енді бізде артқы жағымыз әдемі болып тұру үшін, артық қауырсында, тарақтың шеті де көрінбес үшін, осылай келтіріп, эко-кожамды жабатын болам. Алдымен мен сияқты келтіріп аласыз, себебі артық шығып тұрмас үшін, дәлме-дәл орналасу үшін. Сондықтан да бірден клейді толықтай жақпай, тек жарты бөлігінен жағып, бірте-бірте осылай жабыстырған ыңғайлы. Барлық артық клейлерін алып, бірден тазалап отырамыз. Енді алдыңғы бөлігін әрлейтін боламыз. Оған мен ортасына үлкен осындай әдемі страз алдым. Өзіңіз қалаған страз алсаңыз болады. Осындай капля тәрізді, тамшы тәрізді, үлкен көлемді страз болса болды. Тастармен әрлейміз. Және мына узорлардың шеттеріне осындай полубусы қойдым. Не болмаса стразы кішкентай көлемде болады, соларды да қоюға болады. Барлығы сіздің фантазияңыз бен қалауыңыз бойынша. Осымен біздің үкіміз дайын болды. Осылай әп-әдемі болып шықты. Азғантай ғана уақытта жасалды. Әрі жеңіл, оңай. Өздеріңіз қайталап көрсеңіздер болады. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздерге видеоны лүпіл басып, сұрақтарыңыз болса комментарийге жазсаңыздар болады. Мен міндетті түрде жауап беремін.